Хабарымызды жалғастырамыз. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің бағдарламаға халықаралық дәрежедегі спорт шебері Махамбетова Мөлдір ханым келіп отыр. Мөлдір ханым, көңіл-күйіңіз қалай? Сәлеметсіз бе? Қош көрдік. Рахмет, көңіл-күйім өте керемет. Шақырғандарыңызға қуаныштымын. Сізге де рахмет, Мөлдір ханым, алтындай уақытыңызды қиып келгеніңізге. Жалпы сіздің спортпен айналысқаныңызға қанша уақыт болды? Бұл спортқа деген қызығушылығыңыз қалай пайда болды? Мүмкін бір себепкер болған шығар сізге? 2022 жылдан бастап осы спортқа қатысып келем. Мен Қызылорда облыстық волонтер қоғамына 2022 жылы наурыз айынан бастап жұмыс жасаған болатынмын. Сол кезде әріптесім маған ұсынды, осы спорт түрі бар, қатысып көрсе, саған келеді деген сияқты. Сол 3 ай ойланып, нәтижесінде осындай халықаралық дәрежедегі спорт шебері болып отырмын. Жақсы. Алғашқы қатысқан жарысыңыз әлі де есіңізде шығар мүмкін? Сол туралы айтсаңыз. Мен осы спортқа келгеннен кейін небәрі 1,5 айда мен Қазақстан чемпионатына барып, бірінші орын иеленген болатын. Ойладыңыз ба? Мен бірінші орын аламын деп. Мен ол кезде әлі бұл спортты толық түсінген жоқпын десем де болады. Жаңағыдай жарысып жатқаны барлығы тренерлерде осындай салмақ көтересің дейді, барып көтерем, болды. Ондай қатты түсінген жоқпын. Уже сөйтіп тәжірибе алып, әр жарыста тәжірибе алып келе жатырмын. Өте керемет. Енді ең соңғы қатысқан жарысыңыз қандай болды? Дәл сол жарыста қандай қиындықтар болды? Мүмкін салмақ дәрежесі болады? Ең соңғы кеше қазан айында біз Египетте Каир қаласында әлем чемпионаты болған болатын. Сол жақта қатысып келдім. Ол да өз қиындығымен болды. Әр жарыс негізі қай жақта болса да өз қиындығымен болады. Темір көтергеннен кейін мен ол жарысқа көп мөлшерде салмақ қуып, солай қатысқандықтан басқаша болды, ауыр болды десем де болады. Өте жақсы. Енді өзіңіз спортыңыз туралы біздің көрермендерімізге шағын бір ақпарат айта аласыз ба? Бұл спорт өзі қиындығымен, қызығымен қатар келеді десем де болады. Мен бұл спортқа елестетіп көрген жоқпын, яғни мен армандап та болады ғой, ондай емес. Мен қай жағынан өзіңізді елестетіп көрдіңіз? Мөлдір ханым, бүгінде ауыр атлетик болмағанда кім болар еді? Мен негізі әнші болғым келетін. Бірақ басқа салада оқыдым. Ол тек арман болып қалды десем де болады. Мен бұл салада өзімді ешқашан елестетіп көрген емеспін. Өте жақсы. Енді әнші болғыңыз келген екен. Бала күніңізден ән айтқан боларсыз мүмкін. Мектеп кезінен бастап мен ән айтып, өзімді сол қырдан елестететінмін негізі. Мүлде бұлай спортшы болып кетем деп. Менің ойымша, Мөлдір ханым, әлі де кеш емес. Өзіңізді осы ән жағына сынап көрсеңіз де болады. Ол да сізге бір қосымша хобби ретінде де қалыптасады. Енді Мөлдір ханым, өзіңіздің бұл спорттың қыз бала үшін ауыр екенін айттыңыз. Енді ата-анаңыз қалай қабылдады? Менің анам, яғни менің отбасым ешқашан маған шектеу қойған емес. Олар мені мүмкіндігі шектеулі қыз ретінде ешқашан қабылдаған емес. Мен қандай шешім қабылдасам да, олар қолдайды. Бұл спортқа келгенімді айтқан кезде олар өте қатты қуанды. Және әлі күнге дейін анам менімен бірге қобалжып сөйтіп отырады. Өте керемет. Енді жарыс барысында әр спортшының бойында бір қорқыныш болады. Жігерін сындырып алатындар да болады. Сіз сол жігерді сындырмау үшін қандай да бір әрекет жасайсыз ба? Мүмкін сізге бір дүние мотивация болатын шығар. Осы спорт жағынан ба? Спорт жағынан болатын болса, негізі бізге менің 2 тренерім бар. Осы жерде ол кісілерге алғысым шексіз. Аскарова Кабира және Абжан Айбек. Ол кісілер маған әр неде сенің қарсыласың темір деп айтады. Сен соны бағындыра білсең, сен жеңесің. Басқа жаңағыдай қарсыластарыңды ойлама, тек темірді осы біз берген салмақты көтеріп берсең болды. Өте керемет. Жаңа айтқан болатыңыз, соңғы жарысым қазан айында Египет елінде болды деп. Бұған дейін басқа да шет мемлекеттерге бардыңыз ба? Бізде әлем кубогы болды. 2023-те мен Грузия елінде әлем кубогынан 3-ші орын иелендім. Одан кейін сол 2023-те
желтоқсан айында Таиландқа барған болатын. Ол әлем ойындары, олда жүлделі 2-ші орын және жалпы ұпай санында 1-ші орын алдым. Өте керемет. Алғаш спортқа келген кезіңізде бір ой болды ма сізде? Бұл менің спортым емес, бұдан мен өзімді көре алмаймын деген секілді. Мені мысалы осы пара биге де шақырған болатын, бірақ мен өзімді осы қырдан көре алдым, өйткені менде ешқашан ой болмайды, бұл менікі емес деген сияқты. Мен бір нәрсені бастадым ба, соңына дейін алып баруға тырысамын. Өте жақсы. Енді жалпы мен сіздің бойыңызға қарап, өмірге деген құштарлығыңызды көріп отырмын. Ал өзіңіз секілді жандарға қандай бір жылы сөз айтар ма едіңіз? Мен осы өзімнің командадағы қыз жігіттерге де айтам, бір нәрсені ойладың ба, сол нәрсені соңына дейін алып бару керек. Біз ешқашан үйде отыруға міндетті емеспіз. Біз мүмкіндігі шектеулі деп айтылғанымен, бірақ бізде қолымыздан барлығы келеді. Тек бізге күш жігер, сосын айналадағы аяушылық деген емес, бізге қайта шыңдап, бізді жігерлендірсе, біз барлығын істей аламыз деп айтқым келеді. Яғни бойымыздағы бір дарынды біз бағалау керек екенбіз. Солай ғой? Иә. Өте жақсы, Мөлдір ханым. Біздің сұхбатымыз аяқталды. Бүгінгі бағдарламаға сыйлы қонақ болып келгеніңізде алғысымды айтқым келеді. Алдағы жарыстарыңызға тек сәттілік тілеймін. Әлем биігінен көріне беріңіз. Олай болса, қымбат телекөрермен, келесі кезекті бейнебаянға береміз.